Сәлем көріктім. Бүгін біз өте дәмді, небәрі 15 минутта жасалатын фарш пен пирог дайындаймыз. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге дүкенде сатылатын дайын қамыр, фарш, картоптар, пияз және тұз бен бұрыш керек. Біздікі дайын қамыр болғандықтан алдымен начинкасын дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды 4 бұрыштап тураймыз жақсылап. Одан кейін туралған пияздың үстіне фаршымызды қосамыз. Содан кейін картошкамызды турауға кірісеміз. Оны да 4 бұрыштап тураймыз. Өте қолжетімді барлық үйден табылатын ингредиенттер. Туралған картопымыздың үстіне көз мөлшерімен тұз себеміз, қара бұрыш себеміз қалауларыңызша. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Сонымен начинкамыз дайын болады. Енді дайын қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Ол үшін қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Оны домалақ тәрізді етіп жаямыз. Қатты жұқа қылмаймыз, қатты қалың қылмаймыз. Орташа қылып жайып, майланған табамызға жайылған қамырымызды саламыз. Сөйтіп қамырдың екінші бөлігін жаюға кірісеміз. Бұл қамырымыздың арасы майланған болып келеді. Сондықтан өте оңай жайылып жатыр. Екінші қамырды жайып болғаннан кейін көз мөлшермен домалақ етіп бетіне, мен көз мөлшермен кесем, енді өздеріңіз байқайсыздар. Бетіне қойғанға осынай домалақ қып кесіп аламыз. Ал кесіндісін тастамаңыздар, одан өреміз сәндікке. Кесіп болғаннан кейін арасына ауа кіру үшін қамырды осылай тесіп шығамыз пышақпен. Қамырымыз дайын бетіне қоятын. Енді салмамызды саламыз. Жақсылап біркелкі қып қойып шығамыз. Сөйтіп бетіне кигізетін қамырды қоямыз. Қараңыздар, мен қалай дәлдеп кескенмін. Көз мөлшермен кесе салғам. Осылай шет-шетін әдемілеп жауып қоямыз. Енді ана қалған қамыр бар ғой, соны әдемілеп өрім қып өреміз. Бұл сәндік үшін өріп, шет-шетіне сәндік үшін қойып қоямыз. Міне кеңіз қандай әдемі болды, екінші шетіне тағы біреуін өріп қоямыз. Бұл ысырапшылдық болмау үшін, қамырымыз қалып кетпеу үшін. Жұмыртқаның сарысын бетіне бір келкетіп жағып аламыз. Сөйтіп қызып тұрған пешімізге 210-220 градусқа 30 минутқа пісіреміз. Дайын болған ыстық фарш пен пирогымызды осылай сармаймен бетіне жақсаңыз өз еркіңізде. Өте дәмді, өте жұмсақ болады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.